Ақтөбе облысында Сабақ үстінде босанған 14 жастағы қыздың ісі бойынша сот үкімі шықты. Күдікті 21 жылға бас бостандығынан айырылды. Естеріңізде болса, оқушы алпыстан асқан нағашы атасынан жүкті болып қалған. Ол туған атасы емес. Осыған байланысты полиция қылмыстық іс қозғады. Күдікті қамауға алынды. Балалардың құқығын қорғау комитеті жағдайды бақылауға алды. Айта кетейін, 14 жастағы қыздың аяғы ауыр екен, туыстары да мектеп мұғалімдері де білмеген. Қылмыстық кодекстің 58 бабының 4-ші бөлігінің негізінде қылмыстық құқық жиынтығы бойынша жаза тағайындау жолымен түпкілікті Сабақ педагогикалық лауазымдарды және кабинетке толмағандармен жұмыс істеуге байланысты лауазымдарды атқару құқығынан өмір бойына айыра отырып, 21 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Сабақтың жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіздік мекемесінде өтеу тағайындалсын.